Сәлем менің құрметті оқырмандарым. Мен бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, жасалу жолы оңай, дәмі сондай керемет, аузыңыздан кетпейтін күшті қыстық салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Қыстың күні рахаттанып, нан батырып, нанның бетіне жағып жей беретін өте керемет салат. Ең алдымен қазанымызды қыздырып аламыз. Қазанымызға майымызды құямыз. Және майымыз қызғаннан соң үстінен пиязымызды саламыз. Мен бүгін осылай далада үлкен қазанда енем екеуміз пісіріп жатырмыз. Бұл салат енемнің рецептісі бойынша банкілеріңіз атылмайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Пиязымызды 2-3 минут қуырып аламыз. Және оның үстінен кубиктап туралған баклажандарымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуырып 5 минутқа қалдырамыз. Арасында араластырып тұру қажет, немесе күйіп кетеді. Оның үстінен кубиктап туралған капустамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бұны да 5 минутқа қалдырамыз. Келесі, өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәбізді турасаңыз болады. Мен бүгін барлығын осылай кубиктап турап алдым. Сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қалдырамыз. Одан соң болгарскийімізді саламыз. Мен де бүгін қызыл және көк болгарскийді алдым. Жақсылап араластырып, 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан соң помидорымызды саламыз. Барлығын араластырып аламыз және жарты сағатқа қайнатамыз. Бізде жарты сағат өтті, осылай қайнап тұр, достар. Қараңыздар, түрі сондай керемет, аппетитный болып тұр. Келесі чесногымызды саламыз және оның үстінен қызыл бұрышымызды саламыз. Екеуі де ет тартқыштан өткізілген алдын ала. Жақсылап араластырып аламыз. Және оның үстінен лавр жапырағын және қара бұрышымызды саламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және бір кесе құмшекер саламыз, достар. Құмшекеріміз біздің помидорымыздың, яғни қызанағымыздың әсшілігін алып, керемет дәм беріп тұрады. Және үстінен укропымызды себеміз. Жақсылап араластырып аламыз. 10 минутқа қайнатамыз. 10 минуттан соң біздің салатымыз дайын. Бөлек ыдысымызға құйып аламыз. Алдын ала стерилизациядан өткен банкімізге жақсылап толтырып құйып аламыз. Және крышкамызбен бекітіп, закрывашкамызбен жауып шығамыз, достар. Крышкамыздың дұрыс жабылғанын тексеріп жатырмын. Сіздер де жасап көріңіздер осы салатты. Қыстың күні рахаттанып жейтін боласыздар, достар. Осымен біздің өте керемет, дәмді, дәм аузыңыздан кетпейтін, жасалу жолы өте оңай салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, мені қолдап кетіңіздер.